Сәлем достар, сіздермен бүгін тары қосылған карамельный пирог пісіреміз. Дәмі өте керемет, жұмсақ болып шығады. Ең алдымен тарымызды қайнап тұрған сүтке немесе суға бұқтырып қоямыз. Еріп тұрған сармайымызға жұмыртқаларымызды қосып, шекер салып, шанышқының көмегімен немесе венчикпен араластыруға болады. Ұнымызды және разрыхлитель қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды формочкаға жайып аламыз. Ортасына салмамызға қаймақ, шекер, жұмыртқаларымызды саламыз. Крахмалымызды қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Араластырылып болған соң, жаңағы бұқтырылып тұрған тарымызды саламыз. Тарымызда су болмау керек. Дайын болған салмамызды қамырымыздың үстінен құйып, қызып тұрған духовкада 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Енді карамелін жасаймыз. Баяу отта қантымызды салып, қантымыз ерігенше араластырамыз. Бұл жерде менде от қатты болғандықтан қантым түйір-түйіршік болып қалды. Қантымыз еріген соң үстінен сармайымызды салып, жақсылап араластырамыз. Үстінен қайнап тұрған сливкемізді құйып, тағы да 5-7 минуттай араластырамыз. Карамеліміз қоңыр түсте болуы керек. Дайын болған карамельді міндетті түрде ситодан өткізіңіздер. Карамельді толықтай суытып аламыз. Суытып алған соң блендердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Карамелімізді пирогтың үстіне құйып, бөлме температурасында формочкадан алмай толықтай суытып аламыз. Видеоны толықтай қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет, ас болсын.